Толагай жаңалықтардан өрт сөндірушілердің жанып жатқан ғимараттан адамдарды құтқарып жатқанын көріп отырды. Оның назарын бір нәрсе аударды. Өрт сөндірушілер жүріп емес, түтінге толы бөлмелерде еңбектеп қозғалып жүрді. Толагай: неге өрт сөндірушілер түтінді бөлмеде еңбектеп жүреді? Деп ойланды. Қызығушылығы оянған Толагай көзін бір жұмып, өзін түтінге толы бөлменің ішінде тапты. Бөлменің шеттерінде жалын жанып, ауа қалың сұр түтінге толы еді. Алдымен ол тік тұруға тырысты, бірақ бірден көздері ашып, кеудесі күйгендей болып жөтеле бастады. Түтін оны қалың көрпе сияқты қысып, тыныс алуды қиындатты. Қиналған Толагай төмен еңкейіп отырды. Таңғаларлығы, еденге жақын ауа салқындау әрі таза сияқты болды. Тыныс алу сәл жеңілдеді. Ол қолымен тізесіне сүйеніп, еңбектеп алға жылжыды. Сол кезде Толагай маңызды нәрсені түсінді. Бөлменің ар жағындағы өрт ауаны қыздырып жатыр еді. Жылы ауа әрқашан жоғары көтеріледі. Себебі ол салқын ауаға қарағанда жеңіл болады. Сол көтерілген ауа түтінді, күлді және улы газдарды төбеге қарай алып кетеді. Ал жерге жақын ауа салқын әрі ауыр болғандықтан ол көтерілмейді. Сондықтан ол жерде оттегі көбірек, ал түтін әлде қайда аз болады. Демек, еденге жақын болу тыныс алуға да, айналаны көруге де қолайлырақ. Толагай бассейнде ойнап жүргенде бір қызық нәрсені байқады. Құрлықта су толы шелекті көтеру ауыр болатын. Ал бассейнге түскенде сол шелек әлде қайда жеңіл сезілді. Таң қалған Толагай: неге біз суда жеңілірек боламыз? Деп ойланды. Қызықтап ол мұхитқа сүңгіді. Тәжірибе жасау үшін теңіз түбінен бір тасты көтеріп көрді. Құрлықта ол тасты көтеру өте қиын болар еді. Ал суда оны оңай көтере алды. Бірақ тасты төмен қарай itергенде су оны қайта жоғары итеріп жіберді. Өз денесі де жеңіл сезілді. Теңіз оны құшағында ұстап тұрғандай болды. Қанша батуға тырысса да су оны бетке қарай итеріп тұрды. Сонда Толагай бәрін түсінді. Су салмаққа қарсы бағытталған жоғары күш тудырады. Бұл күш қалқу күші, көтеруші күш деп аталады. Ол суға салынған кез келген затқа әсер етеді. Тасқа да, шелекке де, тіпті адамның өзіне де. Толагай мұхитта жүзіп жүрген үлкен кемелерді есіне алды. Олар өте ауыр болса да, су оларды батырмай, жоғары итеріп ұстап тұрады. Ол өз сұрағының жауабын тапты. Толагай сүйікті комиксін оқып отырғанда көздері құрғап кеткенін сезді. Сол сәтте ол көзін жыпылықтатты да, көруі бірден жақсарды. Ол байқамай қайта-қайта жыпылықтай берді. Қызығып ол: неге біз көзімізді жыпылықтатамыз? Деп ойланды. Мұны білу үшін Толагай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол көздің маңына қонды. Ми көздің құрғап жатқанын сезіп, бірден қабақтың бұлшық еттеріне белгі жіберді. Қабақтың жұмсақ ішкі жағы әйнек сүрткіш сияқты көздің үстімен өтіп, жасты көз бетіне біркелкі таратты. Бұл жас көздің шетінде орналасқан жас бездерінен бөлінеді. Қабақ қайта ашылғанда жарық түсіп, бәрі анық әрі сергек көрінді. Жыпылықтау тек тазалау үшін емес, қорғау үшін де қажет еді. Сонымен қатар, көз құрғамағанның өзінде де адам үнемі жыпылықтайды. Бұл кезде ми автоматты түрде белгі беріп, қабақтар саналы түрде басқарылмай қозғалады. Жыпылықтау көзді шаршатпай, ұзақ уақыт бір нәрсеге қарағанда жайлы күйде ұстап тұрады. Ал шаң, бөгде зат немесе қатты жарық жақындағанда жыпылықтау жылдамдап, көзді қорғау үшін рефлекс ретінде іске асады. Толагай жымиып, бұл құпияны да толық түсінді. Толагай күн шақырайған ыстықта футбол ойнап жүрді. Біраз уақыттан кейін оның беті қызарып, маңдайынан майда кер тамшылары сырғи бастады. Көйлек денесіне жабысып, малмандай су болды. Ол бетін сүртіп жатып, неге біз терлейміз? Деп ойлады. Жауабын табу үшін Толагай кішірейіп, тағы да өз денесіне кірді. Ол миының ішіне қонды. Дене температурасын басқаратын гипоталамус дененің қызып кеткенін сезіп қойыпты. Ол дереу кер бездерін іске қосу туралы бұйрық берді. Бездер қаннан су мен тұзды тартып алып, кердегі ұсақ тесіктер, кеуектер арқылы сыртқа шығарды. Толагай кер бетінде мөлдір тамшылардың пайда болғанын көрді.
Ең қызығы, бұл тамшылар ауаға буланған кезде өзімен бірге жылуды алып кетеді екен. Кер неғұрлым көп буланса, дене соғұрлым салқындайды. Зерттей келе, Толағай кер бездерінің бәрі бірдей емес екенін білді. Эккірін бездері бүкіл денеге таралған, және негізінен су мен тұз бөліп, салқындатуға қызмет етеді. Ал апокрин бездері қолтық сияқты аймақтарда орналасып, құрамында ақуыз бен майы бар қоюрақ кер бөледі. Керідегі бактериялар бұл заттарды ыдыратқанда жағымсыз иіс пайда болады. Сыртқа қайта секіріп шыққан Толағай мақтанышпен жымиып қойды. Толағай бір түні шөптің үстінде жатып, жұлдыздарға толы аспанға қарап отырды. Жұлдыздар жарық әрі әдемі көрінді. Бірақ бір нәрсе оның назарын аударды. Жұлдыздар бір қалыпты тұрмады. Олар жыпылықтап тұрды. Ол неге жұлдыздар жыпылықтайды деп ойланды. Мұны білгісі келген Толағай түнгі аспанға қарай зымырап ұшты. Ол бұлттардан өтіп, жердің атмосферасынан асып шықты. Сол жерде Толағай қызық бір нәрсені байқады. Ғарыштан қарағанда жұлдыздар мүлде жыпылықтамайды екен. Демек, жыпылықтау жердің атмосферасына байланысты болды. Мұны нақтырақ түсіну үшін ол қайтадан төменге атмосфераға қарай сүңгіді. Толағай атмосфераға кіргенде, оның әртүрлі ауа қабаттарынан тұратынын байқады. Кейбір қабаттар жылы әрі жеңіл, ал басқалары салқын әрі ауыр еді. Бұл қабаттар үнемі араласып, қозғалып тұратындықтан, олар арқылы өткен жарық сәулелері майысып отырды. Алыстағы жұлдыздан шыққан жарық алдымен түзу бағытта қозғалады. Бірақ біркелкі емес ауа қабаттарынан өткенде әртүрлі бағытқа майыса бастайды. Бұл құбылыс сыну, рефракция деп аталады. Кейде жарық Толағайға қарай майысып, жұлдызды жарығырақ етіп көрсетеді. Ал келесі сәтте керісінше майысып, жұлдызды көмескі қылып көрсетеді. Осы үздіксіз майысу жұлдыздардың жыпылықтап тұрғандай көрінуіне себеп болады. Толағай жымиып, бұл құпияны енді түсінді. Толағай шөптің үстінде демалып жатқанда, мойнына кішкентай қауырсын тиіп кетті. Жеңіл қытық оны еріксіз күлдірді. Қызығы бол, неге біз қытықтанамыз деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай тағы да кішірейіп, өз денесіне кірді. Ол керінің дәл астына қонды. Мұнда сансыз жүйке ұштары таралып жатқан еді. Қауырсын теріге тағы тигенде, жүйкелер жарқ етіп, энергиямен толды. Олар сигналдарды жылдам миға жөнелтті. Алдымен олар жанасуды сезетін аймаққа жетті. Кейін эмоцияға жауапты бөлімдерге өтті. Ми сәл абдырап, бұлшық еттерге екі бірдей бұйрық жіберді. Бірінші бұйрық денені сәл шошытып, қытықтан қашуға тырыстырды. Ал екіншісі қатты күлкі тудырды. Толағай бұл тек күтпеген жағдайда ғана болатынын байқады. Қатты немесе бір қалыпты қысым қытық сезімін тудырмайды. Қытық үшін миға тосын сый қажет еді. Сосын Толағай өз қолын өзі қытықтап көрді. Бірақ ештеңе болмады. Ми ішінде ол себебін түсінді. Қолын өзі қозғағанда ми не болатынын алдын ала біледі. Күтпегендік болмағандықтан қытық сезімі де туындамайды. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да ұқты. Толағай ыстық күн астында түстен бері футбол ойнап жүрді. Бір уақытта аузын құрғақ сезінді. Еріндері тартылып, жұту қиындап кетті. Ол суды қатты ішкісі келді. Қызығып, біз неге шөлдейміз деп ойлады. Толағай өз денесіне кіріп, кішірейіп зерттеуге бел буды. Ол
қан тамырларына түсті. Толағай зерттей жүріп, ойнаған кезде кер арқылы денесі суды көп жоғалтқанын түсінді. Енді қаны қоюланып кеткен. Ол мидың ішіндегі гипоталамус деп аталатын кішкентай аймаққа қарай жүретін сигналдар тобын бақылап жүрді. Мұнда арнайы жасушалар қандағы судың мөлшерін үнемі өлшеп отырады екен. Олар қанда судың өте аз екенін анықтады. Гипоталамус екі маңызды бұйрық жіберді. Бірінші бұйрық сілекей бездеріне жетті. Толағай жақыннан қарап көрді. Бездер бірден аз сілекей бөле бастады. Сондықтан аузы құрғақ әрі жабысқақ болып кетті. Бұл шөлдеудің алғашқы белгілерінің бірі еді. Екінші бұйрық қан арқылы бүйрекке жетті. Толағай соны қуып барса, бүйректер суды одан әрі жоғалтпау үшін несепті қоюлатып жатқанын көрді. Ақырында ми денеде су аз екенін сезгенде күшті шөлдеу сезімін тудырды. Толағай енді бұл құпияны түсінді. Оны мақтаныш кернеді. Бір тыныш түнде Толағай тәтті ұйқыға кетті. Ол ұшып жүрген киіктер мен жарқыраған тауларға толы ғажайып әлемге енді. Әуеде қалықтап жүріп, бәрі соншалықты шынайы көрінгеніне таң қалды. Оянған сәтте түс тұман секілді сейіліп кетті. Ол ойланып қалды. Неге біз түс көреміз? Жауабын табуға бел буған Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол миының ішіне қонды. Мұнда миллиондаған жарқыраған байланыстар тірі секілді қозғалып жатты. Толағай көздің жылдам қозғалысындағы ұйқы кезеңіне келген еді. Дәл осы кезеңде түстердің көбі пайда болады. Ол бақылап тұрғанда нейрондар жылдам атқылай бастады да, қозғалып тұрған бейнелер мен дыбыстарды қалыптастырды. Эмоция орталығы, амигдала, қып-қызыл болып жанып тұрды. Ол түстерді қуаныш, қорқыныш немесе толқу сияқты сезімдерге толтырды. Толағай жарқыраған жүйке сигналдарының гиппокамп арқылы жүйткіп өткенін көрді. Бұл естеліктер сақтақталатын аймақ. Сол сәтте ол түстер кездейсоқ емес екенін түсінді. Олар миға эмоцияларды өңдеуге, артық ойларды тазартуға және естеліктерді нығайтуға көмектеседі. Қызығушылығы артып, ол ми қыртысының ойлау мен логикаға жауапты бөлігі префронталды кортекске көтерілді. Таңғаларлығы, ол жер тым тыныш әрі көмескеді. Сондықтан түстер жиі оғаш әрі түсініксіз болатыны белгілі болды. Мидың логикалық бөлігі демалып, қиялға еркіндік беретін екен. Толағай тағы бір қызық нәрсені байқады. Ми денені қозғалмай ұстау үшін арнайы химиялық заттар бөліп шығарады. Бұл адамға түстегі әрекеттерді шынайы өмірде қайталап кетпеуге көмектеседі. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да түсінді.